Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалуы өте оңай әрі қолжетімді заттардан жасалынатын панкейктің рецептімен бөлісемін. Дәл осындай биік әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Панкейк дайындау үшін бізге жылы айран, ұн, жұмыртқа, қант, сұйық май және сода қажет болады. Айран міндетті түрде жылы болу қажет. Егер мұздай болатын болса, панкейк көтерілмей қалады. Артынан соданы салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін қантымызды саламыз. 2 дана жұмыртқаны саламыз. Байқасаңыздар, біздің айранымыз сода қосқаннан кейін көпіршіктеніп жатыр. Ол қалыпты жағдай, соданың есебінен панкейк биік болып шығады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін сұйық майды қосып, тағы да бір араластырамыз. Ұнды електен өткізіп қосамыз. Бір қалыпты масса болғанша дейін араластырамыз. Ешқандай да ұнның түйіршіктері қалмау қажет. Дәл осындай бір келкі масса болып шығу қажет. Алдын ала қысып тұрған табада пісіріп аламыз. Сұйық массамызды құйғанда дәл осындай аузы үшкірлеу ыдыспен құятын болсаңыздар, панкейктің формасы доп-домалақ әдемі бір келкі болып шығады. Бетінде дәл осындай тесіктер пайда бола бастаған кезде екінші бетіне аударамыз. Дәл осындай биік болып піседі. Панкейкті кез келген сироппен немесе тосаппен, сонымен қатар жеміс-жидектермен ұсынсаңыздар болады. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.